Біз тікелей эфирдегі шұғыл шығарылымды одан әрі жалғастырамыз. Алдын ала мәлімет бойынша Алматы маңындағы Қызылту ауылында әуе апатынан 14 адам көз жұмған, олардың қатары әлі артуы мүмкін. Ішкі істер министрлігі баспасөз қызметінің хабарламасына сәйкес қазір 24 адам зардап шеккен, олардың барлығы ауруханаға жеткізіліпті. Оқиға орнында шұғыл тергеу тобы жұмыс істеп жатыр. 1000-ға жуық адам мен 70 техника жұмылдырылды. Жедел жәрдемнің 33 бригадасы көмек көрсетуде. Осыдан бірер сағат бұрын премьер-министрдің тапсырмасымен үкіметтік комиссия құрылғаны белгілі болды. Асқар Мамин бастаған комиссия мүшелері оқиға орнына ұшып кетті. Кей ақпаратқа сенсек, бортта 95 жолаушы, экипаждың 5 мүшесі болған. Айта кетейін, апатқа ұшыраған жолаушылар ұшағы Бек Эйр компаниясына тиесілі әуе көлігі. Алматыдан Нұр-Сұлтан қаласына ұшып шыққан болатын. Көкке көтерілген кезде биіктігін жоғалтып, бетон қоршауға соғылыпты. Артынша 2 қабатты жер үймен түйіскен, өрт болмаған, дереу құтқару жұмыстары басталыпты. Азаматтық авиация комитетінің хабарлауынша, ұшақ көкке көтерілген бойда шамамен таңғы сағат 7-лерде радардан жоғалып кетіпті. Оқиға орнына біздің Атамекен бизнес телеарнасының түсірілім тобы да дереу жетті. Дәл қазір ол жерде әріптесім Әнуар Кәрбозов жүр. Қолда бар ақпаратымен бөлісуге дайын. Әнуар, сонымен көрген білгенмен бөліссең. Қайырбек, біздің түсірілім топ дәл қазір оқиға орнында жүрміз. Әдеттегідей көріп отырғандарыңыздай ұшақ мінекей жатыр. Ол алдымен бетон қоршауға соғылып, артында мына 2 қабатты үйдің үстіне барып соғылған. Ол ұшақтың алдыңғы жағы қирап қалған. Көріп отырғандарыңыздай қазір сарбаздар, ішкі істер министрлігінің өкілдері, ішкі істер департаментінің Алматы қаласы облыс бойынша барлығы осы жерде тұр, кіргізбейді. Басында жақын жерде шамамен 100 метр жерде болып сол жерден түсірген болатынбыз. Өкінішке қарай әріптесіміз, Информбюро KZ-тің әріптесіміз Дана Круглова есімді журналист осы ұшақта болған. Бұдан бөлек ардагерлер кеңесінің мүшесі Рүстем Қайдаров та осы жерде болған. Қазір ешкімді бұл жерге жақындатпайды. Мінекей жедел жәрдем өкілдері, бригадалар осы жерден таң атпастан жұмыс істеп жатыр. Сол уақыттан бері бірнеше рет білмейміз, енді адамдарды алып кетуі керек, бірнеше рет шығып кіріп жатыр. Енді жермен өтіп жақынырақ түсіріп көруге тырысайық. Қазір мына жерде міне көру неліктен болмайды? Неліктен? Неге болмайды? Адамдар алып кетіп жатыр ма? Қандай мәселе отыр? Неге болмайды? Жақынырақ түсірсек. Өтініш. Мына жерден кішкене жақынырақ түсірекші, біз ешкімге кедергі келтіріп жатқан жоқпыз ғой. Міне көріп отырғандарыңызда ешкімді ішке қарай кіргізбейді. Жедел жәрдем өкілдері, төтенше жағдай қызметкерлері барлығы осы жерде. Біздің көзімізше жедел жәрдем осыменен бригадалар 5 рет шықты. Дәл қазір барлық әріптестер оқиға орнында жүрміз. Ешқандай да ресми мәлімет жоқ. Бізге таратқан бұл жерде сағат 11-лердің шамасында ресми ақпарат таратады деп айтқан болатын. Енді өкінішке қарай ондай ақпарат әзірге жоқ. Шамамен 12-лер шамасында Алматы қаласының әкімдігі ресми түрде халықаралық әуежайдан тарататын болады. Енді көріп отырғандарыңыздай әуежай әрмен қарай жұмыс істеп тұрған секілді, өйткені ұшақтардың ұшып отырғанын көріп отырмыз. Міне Эйр Астана компаниясының ұшағы, бұған дейін де бірнеше ұшақтар ұшып кетіп, ұшып келіп жатыр. Соған қарағанда әуежай әрмен қарай жұмысын әрмен қарай жалғастырып жатқан секілді. Ұлттық ұлан сарбаздары барлығы аумақты қоршауға алған, ешкімді кіргізбейді, ешкімді шығармайды. Кейбір әріптестеріміз сыртта жүр, оларды да кіргізбейді. Біз ерте келгендіктен осы жерге кіріп үлгердік. Енді басқа да мәліметтер, енді қаза тапқандардың санын өздеріңіз естідіңіздер. Тағы да ескерте кететін жайт, тек ресми мәліметтерге, ресми ақпараттарға сүйенген ғана дұрыс. Өйткені әлеуметтік желілерде, өзге де WhatsApp, Facebook, басқа жерде түрлі ақпараттар тарауы мүмкін, бірақ тек қана ресми мәліметтерді күткен дұрыс. Өрт сөндіру қызметінің мамандары, жедел жәрдем бригадалары әлі тұр. Тағы да бір кадрда көрсетіп өтейік. Мінекей олар тұр, күтіп тұр. Біздің көзімізше 5-6 рет кіріп шықты, адамдарды алып кету мүмкін. Балалар ауруханасында, көп салалы ауруханада барлығы сол жерге қарай науқаста зардап шеккендерді, ауыр жарақат алғандарды, хал үстінде жатқандардың барлығын сол жерге алып кетіп жатыр. Содан кейін мына жерде арнайы қызмет өкілдері байланысты үзетін, байланысты ажырататын осындай аппараттар қойып жатыр. Кей кездері байланыс үзілуі мүмкін, сондықтан айып етпейсіздер.
Тағы да міне ұшақтардың дауысын естіп жатырмыз. Әуежай штатты режимде әрмен қарай жұмысын жалғастырып жатқан сияқты. Өзге де маңызды мәліметтер болатын болса, Қайырбек, хабарымызды міндетті түрде жалғастыратын боламыз. Дәл қазір әуежайға қарай бет алатын боламыз. Ол жердегі ресми мәліметтермен санаулы минуттардан кейін жарты сағат, бір сағаттың көлемінде өздеріңізбен міндетті түрде бөлісетін боламыз. Қайырбек. Ануар, байланыстың аракеті үзіліп жатқаны байқалады. Дегенмен де бізбен байланысыңыз үзілмесін. Рахмет, еске салайын, Алматыдағы оқиға орнынан тікелей байланысқа шыққан әріптесім Әнуар Карбозов. Осы Алматы маңына құлаған ұшақ апатынан жәбір көргендер саны артты. Зардап шеккен жолаушылардың саны 24-ке жетті. Қазір олардың барлығы 4-ші қалалық ауруханаға жеткізілген. Ақпаратты ішкі істер министрлігінің өкілі хабарлады. Оқиға орнында арнайы тергеу тобы жұмыс істеп жатыр. Барлығы 1000-ға жуық адам жұмылдырылған. Атамекен бизнес телеарнасының тілшілері сондай-ақ елордадағы халықаралық әуежайда жұмыс істеп жатыр. Өйткені естеріңізде болса, апатқа ұшыраған ұшақ Алматыдан Нұр-Сұлтанға ұшуы тиіс болатын. Яғни жолаушыларды күтіп алушы жанашыр жақындары бар еді. Олармен менің әріптесім Талғат Уәли тілдесуге тырысты. Дәл қазір ол бізбен байланыста. Талғат, сөз өзіңде, қандай ақпаратпен бөлісесің? Рахмет, студия. Өкінішке орай Алматы қаласынан ұшып, апатқа ұшыраған БКР компаниясының ұшағынан кейін Астана Нұр-Сұлтан қаласында да БКР компаниясына тиесілі барлық әуе рейстері кешігіп, қазір Нұрсұлтан Назарбаев әуежайындағы жағдайды өздеріңіз көздеріңізбен көріп отырсыздар. БКР компаниясына тиесілі барлық әуе рейстері кешіктіріліп, осыдан 1 ай, 2 ай бұрын ұшаққа билет алған жолаушылар діттеген жеріне жете алмай шу көтеруде. Мәселенің мән-жайын БКР компаниясының өкілдігі де шеше алмай отыр. Айтуларынша, оларға әуе билеттерінің құны қайтарылады, бірақ жаңа жылға дейін барлық әуе рейстерінің жоқ болғандығына және билеттердің жоқ болғандығына байланысты бұл жердегі жолаушылардың мәселесі әзірге белгісіз жағдайда деп отыр. Біз дәл қазір жолаушылардың бір-екеуімен сөйлесіп көреміз және де БКР компаниясының өкілдігінен де сұхбат алуға тырысамыз. Жақынырақ. Сәлеметсіздер, кешіріңіз, 1 минутқа болады ма? БКР компаниясы қазір жолаушыларға билет тауып бере алады ма? Билет болып жатса тауып береді. Қанша жолаушы қазір кете алмай тұр жерлерін айта аласыз ба? Айта алмай, представитель шығып кетті, списоктарды алып, басқа авиакомпанияларға. Сіз айта кетсеңіз, қай жаққа жете алмай тұрсыз? Шымкентке. Қанша сағат болды күтіп жатқандарыңызға? Уже азаннан бері вообще SMS келген жоқ, поштаға жіберген жоқ. Тұрмыз аэропортта. Не деп түсіндіріп жатыр БКР басшылығы? Билет жоқ дейді. Возврат, если билет болса ғана алып бере аламыз дейді. Если билет жоқ болса, билеттің бағасын мен көтеріп тастаған уже. Ал сіздерге қазір ас, су, я болмаса бір орналасатын орын жағдай жасады ма? Ешқандай да. Хотя телефонға SMS келген жоқ. Адамдардың бәрі келіп жатыр, ал күтіп тұр. Көріп отырғаныңыздай, қазір әуежайдағы жағдай өте күрделі, өкінішке орай бұл жердегі жолаушылардың барлығы діттеген жеріне жете алмай, тіпті БКР рейстері тоқтатылып, жолаушылар діттеген жеріне жете алмағандықтан өзге әуе компанияларда билет бағаларын шарықтатып жеткен, тіпті жолаушылардың айтуынша қымбат билеттерде сатылымда жоқ дейді. Дәл қазір БКР компаниясының өкілдері жағдайды реттей алмай отырғандығын мойындады. Міне қазір дәл қазір БКР компаниясының жетекшісі өкілі келді. Одан сұхбат алуға тырысайық. Кешіріңіз. Сәлеметсіз. Кешіріңіз, сіз айтып жібересіз ба? Неше рейс кешіктіріліп жатыр қазір? Можно снимать, пожалуйста, закройте дверь. Жоқ, БКР компаниясының өкілі ретінде сіз сұхбат беруге міндеттісіз. Закройте, молоточкой. Көріп отырғандағыңыздай, БКР компаниясы сұхбат беруден де бас тартып жатыр. Студия әзірге бізде бар ақпарат осы. Алдағы уақытта тікелей эфирде өздеріңізге толығырақ хабар тарататын боламыз. Әзірге бұл жердегі жас балалар, егде тартқан зейнет жасындағы адамдар тамақсыз, сусыз күтуге мәжбүр. Студия сөзге өздеріңізде. Талғат, өзінің ақпараттар күтеміз. Рахмет. Елорданың халықаралық әуежайынан тікелей байланысқа шыққан әріптесім Талғат Уәли. Ал алматылық тілшіміз және Әбдібек нөмірі 4-ші қалалық ауруханадағы науқастардың жағдайымен танысуға тырысып жатыр. Ол сол жердегі ақ халаттылармен байланыс орнатпақшы. Дәл қазір ол бізбен тікелей байланысқа скайп арқылы шығуда. Және қандай ақпаратың бар? Күн Қайырбек, біз қазір 4-ші қалалық ауруханада тұрмыз. Бұл жерге жеткізілгендердің саны 19-ға жетті. Олардың жағдайы қазір өте ауыр саналады. Әзірге бізге ақ халатты жандар, дәрігерлер қандай да бір комментарий беруден бас тартуда. Олар ақпаратты жинақтап, кейінірек қалалық
басқармасы айтып беретінін айттым. Сондай-ақ мына жерде зардап шеккендердің туысқандарына көмек ұйымдастырылған, дәлірек айтқанда психологтар отыр және оларға көмек көрсетіп жатыр. Яғни моральдық тұрғыдан көмек көрсетуде. Бұл жерге келген зардап шеккендердің туыстары тізімде өздерінің жақындарын тауып алып жатыр. Кейбіреулері басқа ауруханада жатса, ал кейбіреулері өкінішке әрине бұл жердегі атмосфераны жеткізу өте қиын, өйткені жақындарынан айырылғандар, осы жақындарынан айырылғандардың көз жасына да куә болдық. Сондай-ақ басқа ауруханада жатқандардың тізімі мына жерден арнайы кестеге, арнайы тақтаға ілінді. Бұл жерге келіп, яғни өзінің басқа ауруханада жатқан туыстарын көре алады. Әзірге мендегі бар ақпарат осы. Біз қалалық денсаулық сақтау басқармасының ресми мәліметін күтетін боламыз. Сол кезде толығырақ ақпаратты айтамын. Студия, кезек өздеріңізде. Және соған қарағанда қаза тапқандардың саны арту мүмкін екен, бірақ дегенмен де жағдай ауыр науқастардың өмірін сақтап қалады деген сенімдеміз. Рахмет, Skype арқылы байланысқа шыққан әріптесім және Әдібек. Ал бұл уақытта біздің қолымызға ұшақ апатынан көз жұмғандардың тізімі түсті. Соңғы тараған ақпаратқа сәйкес 14 адам мерт болған, соның 7-інің аты жөні анықталған. Марқұм болғандардың орташа жасы 40-та, әзірге 6-ауы ер адам, 1-і әйел екені белгілі. Қаза тапқандардың отбасыларын Атамекен бизнес телеарнасының ұжымы шын көңілмен қайғырып көңіл айтады. Қайтыс болғандардың қатарында Қазақстан генералдары кеңесінің төрағасы да бар. Рүстем Хайдаров, әділет генерал-майоры, ішкі істер министрлігінің құрметті ардагері, ақпаратты қоғамдық бірлестіктің мүшесі Махмұт Тілеугусов растады. Рүстем Есімханұлы 1940 жылы 18 сәуірде Семейде туған. Әр жылы тергеуші, полиция бастығы, ішкі істер министрінің бірінші орынбасары қызметтерін атқарды. 2 баланы тәрбиелеп өсірді, 3 немересі бар. Алматыдағы ұшақ апатына кінәлілер қатаң жазаланады. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Твиттердегі парақшасында осындай мәлімдеме жасады. Сондай-ақ президент қаза тапқандардың отбасына көңіл айтты. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев та жолаушылар ұшағының апатынан қаза тапқандардың отбасына көңіл айтты. Көз жұмғандар мен зардап шеккендер жайлы хабарды зор күйзеліспен қабылдаған. Сонымен қатар апаттан жараланғандардың барлығына тез арада сауығып кетуін тіледі. Бек Эйр әуе компаниясының қызметі уақытша тоқтатылды. Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі осындай ақпарат таратып жатыр. Ведомствоның мәліметтеріне сенсек, рейстер барлық бағыт бойынша шектелді. Ақпар үшін айтып өтейін, Бек Эйр 1999 жылы VIP рейстерді жүзеге асыратын компания ретінде құрылған. Әр жылы мұнда Як 40, Ту-154, Falcon 20, Fokker 100 ұшақтары пайдаланылған. Бүгінде әуе компаниясының паркінде Fokker 100 маркалы 7 ұшақ бар. Бүгін апатқа ұшыраған әуе кемесі де дәл осы Fokker 100 болатын. Сондай қайғылы жағдайдан кейін Fokker 100 ұшағын Қазақстанда пайдалануға уақытша тыйым салынды. Нидерландыда құрастырылатын мұндай маркалы ұшақты еліміз бойынша тек Бек Эйр ғана қолданған. Дәл осы компания, дәл осы маркалы ұшақ бұған дейінде дау-дамайдың ортасында қалған. Айтар болсақ, 2014 жылы Атыраудан Қытайдың рейске сәл ғана қалғанда әуежайдан ұшуға тыйым салынып, жолаушылар наразылық танытқан. Оған Fokker 100-дегі құрылғылардың табиғат қолайсыздығын дұрыс анықтай алмауы түрткі болған. Ал 2005 жылы Эйр Астанаға тиесілі 2 ұшақтың қозғалтқышы істен шығыпты. Нәтижесінде Fokker ұшағын пайдалануға тыйым салынып, алайда 1 жылдан кейін қайтадан рұқсат берілген. Себебі әуе кемелерінің кенеттен істен шығуы табиғи жағдайлар мен әуежайдың дайындығының нашарлығынан делінген болатын. Жалпы Fokker 100-ді құрастыруды Нидерланды зауыты 1997 жылы тоқтатқан, ал бүгін құлаған ұшақ елімізде 2013 жылы қолданысқа енгені белгілі. Алайда оның бұған дейінде пайдаланылғаны бар. 2013 жылы елімізде осыған ұқсас жағдай болған. Көкшетаудан Алматыға бағытталған Скат компаниясының әуе кемесі қонарға жеріне сәл ғана қалғанда Қызылту ауылы маңында құлаған. Артынан анықталғандай ұшпастан бұрын экипаж мүшелері ауа райының қолайсыздығы жайында 2 рет ескертілген. Соған қарамастан әуеге көтерілуге бұйрық алған Challenge 200 ұшағы құлап, салдарынан 21 адам көз жұмған. Мерт болғандардың 5-еуі экипаж мүшесі, 16-сы жолаушы болған. Осылайша елімізде 2013 жылы
21 жолаушы, 2016 жылы 7 адам, ал 2017 жылы 11 азамат әуе апатының құрбанына айналған. Хабарымыздың кезекті келесі шығарылымы сағат 11:30-да эфирге шығады. Әзірге айтарымыз осы, бізбен бірге болыңыздар.